Осы модельдің дизайнына көшетін болсақ, бұл көліктің дизайнын Стив деген кісі дизайн жасаған. Ол кісі Ford компаниясы, GM, Hyundai компанияларының дизайнымен айналысып жүр. Ол европалық немістің брендтерінің дизайндарын жасаған. Сол үшін мына көліктің дизайны мен жаман деп айта алмаймын. Дизайны өте жақсы шыққан, барлығы гармонияда. Кобальттағыдай фараны осындай қылып қоймаған, фарасы бәрі жақсы, фарасы LED. Бұда барлық комплектацияда фарасы LED болып жүреді. Және міне тұмсығында қарасаңыз, мынау решетка радиаторы Infiniti моделіне ұқсайды. Infiniti QX деген көлік. Мына жерге суретін шығарам. Қытайлық көліктердің ешқашан өзінің краскасымен, яғни немістің көліктері сияқты 20-30 жылға түтіп беретін краска жоқ бұларда. Барлық жерде бұл турбо, GDI деген сияқты бұның бүкіл шілдіктері бар. Өте әдемі көрінеді. Мен дизайнын бүкіл гармонияда тұр. Бұның багажнигі кілтпен де ашылады, яғни қолмен де ашылу керек. Міне, осылай тартып қалсаңыз, өзі автоматты түрде ашыла береді. Жабылуын тоже басып жібересіз кнопкамен, яғни өзі жабыла береді. Бұл қай комплектациясын алсаңыз да, бұл көлікте Pro болсын, Pro болмасын, үшінші қатар болады. Яғни сізде 7 орын болады. Негізінде бұл балаларға арналған нәрсе ғой, өйткені бұл отбасылық кроссовер, қалалық 7 орындық.